Бөгәр пылтыма. 2 килата 49 yen. 30 айына барып алғаным 360. Біз қазір пенсията. Пенсия ақшабыз етмейді. Пенсияға қарап қына отырмайбыз, ішлеп тәйрейбіз. Но отпуска вақытымызда іштен соң мәшке кәгілемін ұшлай қасқаратан. Өзімнің бұтауы бүскен ерім, бүтін әрғайсы күстеклар менің өзімнікі шегіліп сейсем. Не үшін дейсен, өзіңнің иліңе тартады. Аллам насип етсеміне балаларыма бұлышып, өйлерін ясап бітірсәләр, алар строить әйтәтләр ғасыр, аларға азырақ бұлышып алсам, өзімнің ауылыма қайтып, пешәп, иргінлеп пешәрім, иншаллам. Біздің мәшкәбізге интерес зор. Біздің елден бүтін регионлар сұрайтылар. Санкт-Петербург, Алтайдан келәтлер, Түмен шәһәрінен келәтлер, Новосибирск, Томск, Прибалтика аша, Мәскәу аша Прибалтиканы уже Европаға кетеді біздің мәшкәбіз. Анда олды зор спрос біздіңгі мәшкәбізге. Бітісің? Аха, давай. Так, я гәді. Міне қарапақ мейғайтлым ейіп шықтым. 4,90. Қарапаққан міне. 4,90. Қайбаттан аламысың? Қайбаттан ма? 80-нан алам қазір. Ой, Аллаға шүкір. 100-тан алғайды, манасың конкурентлар айдатлар, что тия 80-ға түшіріп тұрлар. Ну, қара, анасың ойлар бұсыны іштер. Per ветре 10 литров, считай, 1 литр. 1000 тенге, уже 1000 рублей. А в день бывает 2 ведра, 2000, уже манека 2000 пулата. В среднем семья из 5 человек может в урожайный год собрать порядка 5-7 тонн клюквы. Средняя стоимость закупа клюквы от 80 до 100 рублей в урожайный год. Ну, вот сами посчитайте, арифметика простая, то есть где-то порядка 500-700 тысяч. Складларда 700-750 тонна желектер һәм гүмбәләр сакланады. Күп желектер һәм гүмбәләр сатыла үзебезнең Тюменская область регионда. Калганын сатабыз ближайшие регионнарга, Свердловская область, Пермский крайга, Омская область ала яхшы.